Дәріс тақырыбы көркем туындыны шығармашылықпен үйрену, оқып үйрену және терең меңгерудің жолдары. Дәріс жоспары: әдебиет сабағы және оған қойылатын талаптар, оқушы білімін есепке алу мен бағалау, үй тапсырмасын беру, бағалау, тексеру, әдебиет пәні мұғалімі және уақыт талабы. Біз бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын дейін және кейін деген сызба бойынша жұмыс жасаймыз. Дейін, яғни әдебиет сабағын бізге, мектепте қалай оқытты? Көркем шығарманы талдаудың қандай әдіс-тәсілдермен таныспын? Бұл сұраққа сабаққа дейін жауап бересіздер дәрістің алдында, ал кейін бағанын сабақ біткеннен кейін толтыратын боламыз. Бүгінгі сабақ бойынша қазақ әдебиетінің ішіне қазақ өмірін түгел суретімен алып кіру әдебиеттің ендігі міндеті деген Мұхтар Омарханұлы Әуезовтің сөзімен бастаймыз. Әдебиет сабағына қойылатын талаптар: оқушылардың сабақты бар зейінімен, ықыласымен тыңдауын ұйымдастыру. Мұғалімнің материалды жеткізу шеберлігі, тиімді әдіс-тәсілдерді қолдануы. Оқушының шығармашылық белсенділігін арттыратындай өз бетінше жұмыс жасау. Мысалдардың өмірмен байланыстылығы. Оқушыны ойлантуға, сөйлеуге, тәрбиелеуге ықпалы. Оқушының теориялық жағынан білімді меңгерген іс тәжірибеде күнделікті сабақта қолданылуы. Оқушы алдына проблема қойып, оны ізденіске бастау. Көрнекі құралдың нақтылығы, әсерлілігі, мазмұндылығы. Сабақты басқа пәндермен, өнер салаларымен үйлесіміне, ұқсастығына қарай түрлендіру. Шығарманы талдау әдістері: тарихи салыстырмалы әдіс, көркем туындының композициясын талдау, жазушы стиліне талдау, көркем туындыны оның негізінде жатқан тарихи шындықпен салыстыра қарастыру, суреткердің бір шығармасын басқа шығармалармен салыстыра талдау, бірнеше ақын жазушының шығармаларын салыстыра талдау және оқи отырып талдау. Тарихи салыстырмалы әдіс, яғни тарихи мәлімет. 1941-45 жылдардың аралығы Ұлы Отан соғысы кезінде жазылған, сол Ұлы Отан соғысы кезін суреттеген қандай шығармалар бар, соларды салыстыра отырып жазамыз, талдаймыз. Мысалы, жазушының суреттері: біреу асыға басып келіп есік қақты, жолдас лейтенант, тревога, Николайдың дауысы. Ал енді осы бойынша ой толғаныс жаздырамыз: ел басына күн туған, заман дүниені дүр сілкіндірген Ұлы Отан соғысы басталды. Неке бұл тарихи салыстырмалы әдіс. Концептуалды кесте толтыруға болады әдебиет сабағында. Мысалы, жазушылар кімді аламыз? Мысалы, Сәкен Сейфуллинді алайық, я болмаса Мағжан Жұмабаевты аламыз. Оның өмірге қызығушылығын толтырамыз, адамгершілік қасиеттері қандай, оны жазамыз, және жазушы әрекетіне баға береді оқушы. Сондай-ақ кейіпкерлерді салыстыра талдауға болады. Кейіпкерлерге концептуалды кесте толтыруға болады. Мысалы, кейіпкер, менің атым Қожада, Қожа бейнесі, оның өмірге қызығушылығы, адамгершілік қасиеттері және кейіпкер әрекетіне бағаны оқушы өзі толтырады. Көркем туындының композициясын талдау. Бұл енді көптеген сабақтарда біз көбінесе осы көркем туындының композициясын талдаймыз. Мысалы, негізгі оқиғаларды сұрыптап алу, яғни шығармадағы негізгі оқиғаларды балаларға теріп жазғызамыз. Және осы шығарманы, осы оқиғаны не үшін келтіріп отыр, сұрыптап алудағы мақсатын жазады. Шығарма композициясына талдау. Яғни тақырыбы, әуелі тақырыбын табады міндетті түрде шығарманың, содан кейін оның идеясын. Яғни бұл шығарма арқылы оқушы не үйренеді, қандай жазушының айтқысы келген ойы не. Яғни шығарманы жазған кезде жазушы оны тек қана өзі үшін ғана жазбайды, сонымен қатар оны өзінің оқушысына арнап жазады. Мысалы, Ұлы Отан соғысындағы батырдың ерлігін оқушыға дәріптеу, сол арқылы, сол батыр тұлғасы арқылы оқушыны тәрбиелеу мақсатында жазады. Одан кейін шығарманың шарықтау шегі, шиеленісі, шешім, дамуы, байланыс, экспозициясы және қорытындысы кетеді. Болжау әдісі. Яғни біз белгілі бір шығарманы бастардың алдында шығарманың басын оқимыз, я болмаса оқымай тұрып, осы шығарма не туралы болады деп ойлайсыз.
деген сияқты оқушының өзіне болжау кестесін толтырамыз. Ал ой толғауға оқушының сол шығарманың басталуына өз әсерін жазады. Шығарманың атына сәйкес болжау. Яғни шығарманың аты арқылы шығарма оқиғасын болжау. Мысалы, шығарманың атын жазып қоямыз. Сәкен Сейфуллин, банны қуған Хамит деп қойсақ, енді сол шығарманың аты арқылы шығарма оқиғасын оқушы болжайды. Яғни бұл шығарма не туралы? Хамит деген кім ол? Бұл жерде бұны жаздырудағы мақсат оқушының өзінің фантазиясы, қиялы. Яғни мүмкін бұл алдымызда отырған оқушы болашақ жазушы болар. Яғни соған тәрбиелеу оқушыны. Сондай-ақ рафт деген әдіс бар. Бұл Р деген рөл, яғни сапабекке, аудиториядан немесе оқушылардан, форма, хат, өлең, сурет түрінде болуы мүмкін, және тақырып, ата-ананы қадірлеуге шақыру. Яғни бұл қонақтар деген әңгіме бойынша жазылып тұрған, рафт әдісі қолданылып тұрған. Сондай-ақ оқиға желісімен талдау. Оқиғалар. Ауылдан, мысалы, Ыбырай Алтынсариннің Асан мен Үсен шығармасын талдайық. Оқиға бірінші ауылдың көшіп кетуі. Енді кейіпкерлердің іс-әрекеті. Яғни бұл жерде Асан не істейді, Үсен не істейді. Асан бақырып жылай бастайды, ал Үсен ауылды іздеуге қамданады. Түсіндірме күнделікті толтыру әдісі. Шығарманың авторы, аты, әсер еткен, осы шығармадан өзіне әсер еткен тұсы оқушыға. Және сол үзінді жайлы пікірі. Жазушымен сырласып ой түю әдісі бар. Бұнда жазушымен сырласу және ой толғаныс пікір жиынтығы. Яғни оқушы жазушыға хат жазады. Сіз не себепті осы арада осы оқиғаны осылай аяқтадыңыз? Болмаса қожа мен жантастың арасындағы неге сонша екеуін бір-біріне өш қылып жаздыңыз деген сияқты. Және сондай-ақ кері байланыс әдісі. Не ұнады? Яғни оқушы не ұнағанына жазады, және сұрақ. Сол шығармаға байланысты сұрақты жазады, және өзінің пікірін жазады. Жинақтау әдісі. Мысалы, Үсеннің әкесінің сөздерін тергіземіз. Елдің, жердің ұрысы, далалы жердің бөрісі болады деген сөзі бар, Үсеннің әкесінің. Сондай-ақ далада жүріп адассаң, молалы жерде су болады деген сөзі бар. Үйрек, қаз, адал құстар, Құдай тағала бұларды адамға тамақ етуге бұйырады. Еңбек етсең, өз тамағыңды тауып жейсің. Еңбек адамды аздырмайды. Неке бұл жинақтау деген, яғни Үсеннің әкесінің сөздерін жинақтау. Кластер әдісі. Мысалы, елік. Кімнің? Сәкен Сейфуллиннің өлеңі бар, Ақсақ киік. Ол Ақсақ киік екен ғой, кешірсем. Мысалы, елік туралы, еліктің лағы деген шығарма бар, Соны, мысалы, еліктің мекені қай жерлер? Талас, Іле, Жетісу, Жоңғар алатауы. Оның қорегіне шөптесін өсімдіктер, мүк, қына, жеміс, жидек. Түрі, еліктің қандай түрлері болады екен? Еуропа, Сібір, Манчжур. Еліктің құрылысы қандай? Мысалы, дене тұрқы 120-160 сантиметр, оның басы қандай, аяқтары қандай деген сияқты. Ал оның көбеюі, ол қалай көбейеді? Шілде, тамыздан бастап 9 ай көтереді, 1-2, кейде 3 лақ туады екен. Неке, осылай етіп, кластер әдісі бойынша шығармада кездесетін жан-жануарлар болама, кейіпкерлер болама, солардың әрқайсысын осылай терең талдап кетуге болады екен. Бұл әрі оқушыға танымдық жағын арттыруға көмектеседі. Танымдық білімін. Енді жазушы стиліне қалай талдау жасауға болады? Яғни жазушының стилі деген оның шығармаларының кейіпкерлерінің тілі. Яғни кейіпкердің сөйлеу тілі, қай оқиғада айтылады. Жазушы стилі шығарма идеясын ашудағы рөлі. Сондай-ақ семантикалық карта толтыру. Яғни кейіпкерлер. Шығармадан үзінді бере отырып, сондағы кейіпкерлер. Бұл әрі оқушының білімін бағалауға да келеді. Мысалы, белгілі бір шығармадан үзіндіні келтіріп, бұл кімнің сөзі? Күреңбай Сыншының ба, әлде Мәт ақынның ба, немесе Жаршының ба, Ақан Серінің ба, Мөңкенің ба, Құлагердің ба деген сияқты. Бұл әрі оқушының шығарманың мазмұнын толық меңгергенін немесе меңгермегенін мұғалімге анықтауға мүмкіндік береді. Сондай-ақ шығарманың тіліндегі эпитет, теңеу, портрет, пейзаждарды бөлек-бөлек тағы да теріп жазу. Бұл арқылы біз жазушының стилін талдап отырмыз, Кейіпкер портретінің іс-әрекеті және көркем шығарма кейіпкерінің іс-әрекеті.
кейіпкер прототипінің, кешірерсіздер. Яғни прототип дегенді сіздер білесіздер, бұл шығармадағы бас кейіпкердің өмірде болды ма, болған жоқ па? Мысалы, Шерхан Мұртазаның Қызыл жебе шығармасын немесе одан үзінділер беріледі, тұтқын бала деген сияқты, интернат наны дегендей. Сол мысалы тұтқын баладағы Тұрар. Сол Тұрар мысалы шынымен де өмірде болған адам, Тұрар Рысқұлов. Сол немесе сол Тұрардың әкесі Рысқұл туралы Мұхтар Әуезовтің Қараш-Қараш әңгімесі бар. Сол Қараш-Қараш әңгімесін повесін оқи отырып, кейіпкер прототипінің іс-әрекетін жазып, немесе Қараш-Қараштағы Рысқұл менен Шерхан Мұртазаның Қызыл жебе романындағы кешірерсіздер, Рысқұл ол прототип қой, ал оны кейіпкер ретінде Мұхтар Әуезов өзінің Қараш-Қараш повесінде Бақтығұл деп алады. Мінекей, Бақтығұл менен Рысқұлдың екеуінің іс-әрекеттерін салыстырып суреттеу. Мінекей, бұл да семантикалық карта толтырған кезде жазушы стиліне жақсырақ, тереңірек талдау жасауға мүмкіндік береді екен. Сондай Вен диаграммасы. Менің атым Бердібек Соқпақбаевтың Менің атым Қожа деген шығармасы бар, және жекпе-жек бар. Сол жекпе-жек екі шығарманың ұқсастықтары қандай және ерекшеліктері қандай. Екеуінің өзіне тән айырмашылығын мына екі шеңбердің екі жағына жазамыз да, ал ортаға олардың ұқсастықтарын жазамыз. Яғни оның ұқсастығы бұл екі шығармада да негізгі басты кейіпкер бала, оқушы. Мысалы, Менің атым Қожадағы Қожа, ал жекпе-жектегі Мұрат. Мысалы, осы екі кейіпкердің да өзара, немесе бұны тек қана шығармалардың арасында салыстырмай, бір шығарманың көлемінде де талдау жасауға болады. Мысалы, Менің атым Қожадағы Қожа мен Жантастың бейнесін салыстыруға болады. Сондай бірнеше ақын жазушылардың шығармаларын салыстыру. Яғни авторы, шығарма атауы, ұқсастықтар, айырмашылықтар. Бірнеше ақын жазушы. Мысалы, кейде біздерде бір шығармаға, бір тақырыпқа, астыда да тұр, неге бір тақырыпқа жазылған шығармаларды салыстырады. Автор, шығарма атауы, шығарма тақырыбы, ұқсастықтар, айырмашылықтар және оқушы пікірі. Мысалы, Ілияс Жансүгіров, Сәкен Сейфуллин, Мағжан Жұмабаевтың шығармаларын, мысалы, Көкшетау тақырыбына арналған шығармаларын салыстыруға болады, бір-бірімен. Оқи отырып талдау әдісі. Яғни ревиндік әдіс, бұл жеке оқушымен жұмыс. Ол біріншіден азат жолға бөліп мазмұндайды, екінші жоспар құрады, үшінші сөздікпен жұмыс жасайды. Сөздікпен жұмыс жасау не үшін керек біздерге? Бұл шығарманың ішіндегі кейде диалект сөздер болады, мысалы, кейіпкердің аузына салынған. Сол сөздерді мағынасын оқушы ашып, танып білу керек. Және төртіншіден негізгі ойды табады, бесіншіден үзіндіге ат қояды. Яғни сол үзіндіге жазушының мүмкін бір үзіндіге жазушы өзі ат қою мүмкін, я болмаса оны оқушыға өзгерттіріп, я оқушының өзіне сол үзіндіге ат қойғызу керек. Неке бұл ревиндік әдіс деп аталады. Бұл әсіресе жеке оқушылармен жұмыс жасауда өте тиімді әдіс. Екінші, бұл самаралық әдіс бар. Яғни бұнда мәтіннен 1-2 минуттық үзінді оқиды, оқыған үзінді бойынша түсінігімен ой қорытады, тақтаға 4-7 кілттік сөз жазылады, топ ішінде оқушыға мазмұндатады. Қос-қостан мазмұндап айту, баяу дауыспен, немесе топ ішінен үлгерімі нашар оқушыға мазмұндату. Яғни бұл жерде топтық жұмыс өте жақсы жүзеге асырылады. Яғни топтық жұмыстың ережелерінің бірі ретінде топ ішінде дауысты, баяу, сол топтың оқушыларына ғана естіртетіндей қылып қана айту керек деген ереже бар, Мінекей, осы самаралық әдісті сол топтық жұмыста пайдаланған өте тиімді. Оқушы білімін бағалау. Яғни, әдетте мұғалімдер үй тапсырмасын мынадай тәсілдермен тексереді. Бірнеше оқушыны тақтаға шақырып үйде оқығанын сұрайды, жеке карточкалар арқылы сұрайды, немесе бала дәптерге жазған үй жұмысын тақтаға көшіріп жазады. Енді бұл әрине қазақ тілі сабағында тиімді, баланың дәптер жазған үй жұмысын тақтаға көшіріп жазу. Ал мұғалімдер үй тапсырмасын, мысалы, Шаталовтың тірек сигналдары арқылы сұраса өте тиімді болады. Яғни оқушы шығарманың мазмұнын толық оқыды ма, оқымады ма, сол арқылы тез ғана
аңғара қояды. Әдебиет пәні мұғалімі. Оқыту үрдісінде мұғалім белсенді іс-әрекет иесі. Мұғалім сабақ үстінде шешуші тұлға. Ол көп оқитын, көп білетін, ізденгіш, еңбекшіл адам. Абай Құнанбаев ұстаздық қылған жалықпас, үйретуден балаға дейді. Оқыту байыптылыққа, ақылға салып, аңғара қарау тілейді. Мұғалімге ақсақ темірдің қаталдығы, ананың мейірімі, дәрігердің дәлдігі қажет. Өздеріңіз білесіздер, мұғалім тек қана осыған дейін де айтылып жүр. Мұғалім тек қана ол әдеби шығарманы балаға жеткізуші ғана емес, сонымен қатар ол тәрбиеші де. Мұғалімнің іс-әрекеттеріне тоқталатын болсақ, ол оқыту теориясына жетіктігіне, оқыту әдісінің жүйесін меңгеруіне, мұғалім мен шәкірттің ынтымақты жұмысына байланысты. Оқыту теориясы іс-әрекет жөніндегі жалпы теория, оқытудың шарттары, мұғалімнің әдісті жеткізу шеберлігі, әдістер теориясын жетік білуі, мұғалімнің іс-әрекеті әдебиетті оқыту жүйесін мынадай кезеңдерден, құрамдас буындардан тұрады. Оқыту жүйесіне мақсат қою, оқыту барысын жоспарлау, тақырыпты меңгерту шарттары. Мақсат қою мен жоспардың жүзеге асуы, сабақты меңгеру барысын тексеру. Мінеке, құрметті тыңдаушым, біз бүгінгі сабағымызды Ыбырай Алтынсариннің «Мен үшін жақсы мұғалім бәрінен де артық. Өйткені мұғалім мектептің жүрегі» деген сөз арқылы аяқтаймын.